Дала үстінде үнемі құм борап тұратын болғандықтан арабтардың әйелдері көздерін ғана қалдырып тұмшаланып киінетін болған. Ал оны біз хиджаб кимеген мұсылман емес деп біреудің қаңсығын таңсық көріп келеміз. Шын мәнінде біздің халық небір зобалаңдарға толы, қиын қыстау кезеңдерде дініне бекем болып, қазақ әйелі де нағыз мұсылман әйелі ретінде шариғатқа сай ұлттық киім киіп, жаугершілік заманда ерлермен бірге еліне қорған бола білді. Тарих тағылымнан белгілі қазақ халқы бұрымды қыздарына құндыз бөрік, бой жеткендеріне тақия кигізген. Яғни басын тұмшалап жүруі міндеттелмеген, шашын қос бұрым етіп өріп, ұшына шашпау немесе сәндік бұйымдар таққан. Тізеден төмен бүрмелі көйлек пен оюлы қамзол киіп өскен. Ал орта жастағы әйел басына жаулық таққан. Бұл кейбір өңірлерде кимешек деп те аталып жүр. Қазақта әйел орамал тақпаса арын ұмытады, күйеуінің барын ұмытады, шашы тамаққа түсет, үйіне келген қонақтың назары түсет деген сөз бар. Сондықтан әрбір ана шашын теріс энергиядан сақтау үшін жаулық тағып келеді. Оның физиологиялық пайдасын мамандар үнемі айтып жүр. Кең етек көйлек, жинақы қамзол, жасына сай тігілген кимешек – бұл ұлттық образ кез келген әженің ажарын аша түседі. Осы үлгіде киінген кейуана көрсек, ішіміз жылып қалатыны рас. Кимешектің пошымының қалыптасуына көшпелі өмір салтымыз бен көп уақыт ат үстінде жүрудің әсері болған сияқты. Соңғы жылдары ел ішінде қара киініп, тұмшалам жүретін адамдар пайда болғаны баршаңызға мәлім. Олар бөтен емес, өз азаматтарымыз. Халқымыздың дүниетанымында қара киініп жүру деген атымен болмаған. Бұл еліктеушіліктен, әсіре діншіліктен туған үрдіс. Біз салт дәстүрімізден ажырамауымыз керек. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев.